Сәлеметсіздер ме оқушылар? 12-ші жаттығу. Бірінші есеп. Абсолют қара дененің температурасы 3 есе артса, оның сөйлену қуаты неше есе артады дейді. Так, онда біз досканы қосайық. Доскамызға жазайық. Бізге айтады, сөйлену қуаты неше есе артады. Сонда R тең сигманың 4 дәрежесінде температурасы. Егер дейді температураның 3 есе артатын болса, сонда сигма 3 4 дәрежесінде. Сонда бізде 3-тің 4 дәрежесі сигма температураның 4 дәрежесі. Сонда 3-тің 4 дәрежесі бізде неше болады? 81 сигма Т4. Сонда бізде 81 есе артады екен. Жақсы, бұл бізде бірінші есеп. Екінші есепке қарайық. Екінші есепте бізде айтады, 727 Цельсий температура дейін қызырылған болат пластинаның бірлік ауданының сөйлену қуатын анықтаңдар дейді. Да берілген жазайық. Так, бізге айтады, температурасы 727 Цельсий дейді. Оны кельвинге алмастырамын, сонда 273-ке кельвинге қосам, сонда болады 1000 кельвин. Сонда сөйлену қуатының формуласы бізде сигманың 4 дәрежесінде. Біз білеміз, сигма бізде ол тұрақты шама 5,67 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесінде. Сонда орын алайын. 5,67 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі и температураның 10-ның 4 дәрежесі. Сонда мен есептеймін. 5,67 көбейтілген 10-ның -8 и 1000 деп отқан ол негізі 10-ның 3 дәрежесі, 10-ның 3 дәрежесі 4 дәрежесінде, онда 12 дәреже болады. Сонда 5,67 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі көбейтілген 10-ның 12 дәрежесі, ол бізде 10-ның 4 дәрежесі болады. Ол дегенім сонда 56,7 киловатт бөлінген метр квадрат. Бұл бізде екінші есеп екен. Жауабы 56,7 киловатт бөлінген метр квадрат.